сәлем, қалдарыңыз қалай? Біздің арнаға қош келдіңіздер. Ал бүгін біздер егіздер арнасымен батыл түскелі жатырмыз. Мен соған заттар алып келуге бара жатырмын дүкенге. Айару сабақта ол келгенде не алғанымды білмейтін болады. Көзін байлап қойып алдына қоямыз. Кім қанша көп зат табады деген атты челлендж болады жалпы айтқанда. Қазір менімен бірге болыңыздар, бірге зат таңдаймыз. Кеттік. Не осыдан алайын деп тұрмын. Ол банкте не екенін білмейтін шығар. Олар мынандай алып жейді ғой жалпы. Осындай аламын. Достар, майонез ба, кетчуп па қосайын деп отырмын. Точно білмейді деп ойлаймын, мынандай сыртынан да. Білінбейді ғой не екенін. Осыны аламын. Үйге қосымша заттар алып жүрдім, араласып құрт алдым. Няня. Кетчуп алдым. Кукуруза алып жатырмын. Қандай чипсы алсам да деп тұрмын. Көзі жұмағадан не екенін қайдан біледі. Қызық болсын, осыны алайын да. Мынандай мармелад алдым. Басқа түрлері жоқ. Бір чипсы алсам. Достар, в общем, мен үйге келдім. Магазинде до конца түсіре алған жоқпын. Абдурахманды Көркеммен Айшаға тастап кетіп едім, ұйықтатып. Сол оянды деп звондап шақырып, жылап жатыр деп. Тез ақшасын төлеп шығып кетті. В общем, қызық болайын деп тұр. Үйден де заттар қостым. Қазір Айару келеді. Түсіреміз, күтіңдер. Сәлем достар, мен ғана мектептен келдім. Ал жаңашы магазинге барып тәттілер, басқа да заттар алып қойған. Уже мына жерде тұр. Мен вообще көре алмаймын да, былай қарасам да, былай қарасам да көре алмаймын. Өйткені оның бетін жауып қойған, мен вообще көре алмаймын. Иә. Ал енді достар, біз бастаймыз ба? Давай бастайық. Иә, конечно, бастаймыз. Көзіңді до конца ашпайсың, Айару да. Көрінбейді ғой, да? Иә, вообще көрінбейді. Ал достар, мынаны кім тікті деп ойлайсыздар? Көрсетіп жіберейін. Кірпігіне дейін жасап қойдым. Иә. Оны, конечно, Карла мамамыз тікті. Иә да, Карла мама тігеді. Керек болды, тігіп алдым. Ал қызым, бастайық. Балдар келмей тұрғанда ана бөлмеден. Қолың соз. Уже бір-екі затты олар жеп қойды, потому что. Бұл коробка. Білініп тұр міне. Коробка, бірақ бұл қиын негені. Осыған қарағанда шипсы или печенье ұқсайды. Мама, не аласыз? Қиын ғой? Не деп ойлайсың енді? Шипсиге ұқсайды екен. Әкел маған бер. Балдар, мен бірден я жоқ, таптың таппадың деп айтпаймын. Тапқан заттарым былай қоям. Таппағандарым былай қоям да, келісіп алайық. Соңында бірақ біледі Айару. Үлкен зат. Мен өзі біліп тұрған заттым. Упаковкасын. Кукуруз. Басып та біліп тұрсың да. Жарайды, пока айтпаймын не екенін. Не мынау достар? Мынандай үлкен. По-моему, холодильникте тұратын зат ол, иә, мам? Бірақ айтпайды. Холодильникте тұратын зат, тамаққа қосатын, по-моему, томат. Солай ойлайсыз. Окончательно ғой, да? Иә. Қайқа қойғаннан естімеймін. Давай. Мынау Будапанка холодильникте тұрады.
бұл ана не деді агуша сияқты бар ғой, сол банкідегі бір түрі. Фрутоняня ма? Иә, фрутоняня. Какао дейміз. Так, қызым. Конечно, бесконечно агуша. Жоқ. Қара, сен асықпа. Агуша емес. Неге упаковкасы агушаға ұқсайды, бірақ қапағы ондай емес агушаның. Кетчуп или майонез бұл кішкентай біреу. Так. Зат достар, комментарий жазып кетіңдер. По-моему, кішкентай, маленький майонез. Давай. Қайға қойыңыз, естімейін. Келесі. Майонез. Давай ұзын колбаса. Ортасы андай бөлік е. По-моему, осыған қарағанда печенье. Мама санауыңыз печенье деген. Атын атайсыңшы. Қазір есіне түсінші. Орео. Конечно. Я деп айтып қойдым да, почти. Жақсы. Ничего. Я бір реттен айтып қойдым. По-моему, Skittles. Не үшін Солай білмеймін. ойлайсың ба? Өйткені деген заты әмендерізге ұқсайды, бірақ ішін басып көрдім домалақ. Бірақ әмендерізге андай сопақ сондай оты сияқты. Бағана мен ММДен салғам, достар көрді ғой. Абдурахман уже чипсы мен ММДенсті жеп қойды. Так что жоқ, я. Қолын соз. Жұмсақ болсын. Упаковкасы мынандай. Мынау? Білмеймін. Жұмсақ қой маршмеллоу сияқты. Маршмелло? Жоқ, әлі айтқан жоқпын. Иә, маршмеллоу. Точно? Иә. Да, қызым, давай. Қызық. Мынандай үлкен, домалақ. Достар, сіздер бұны көріп тұрсыздар, білесіздер, конечно. Мен де білем. Айтайын ба мам? Айт. Құрт. Домалақ. Давай. Бар ма тағы? Конечно. Вау, Давай. Вообще. Наверное, мындай. Походу, мынау. Мә исі ұртты ғой. Есінен біліп отырсың ба? Иә, лимон. Да. Тағы бар ма? Конечно. Мә? Мне нравится.
ортақ не бар ол саған ұқсайтын? Жұмсақ. На походу. Айтсам дұрыс болмайтын сияқты. Сен айтып қара. Бал. Қойдыңыз ба бірдегі? Иә, қойдым. Тағы? Болды, дайынсың ба? Көзімізді ашып. Қарайын. 1, 2, 3. Таппаған заттарым. Сен маршмеллоу дедің. Беги фоксты. Майонез дедің. Мен найко шатастырдым ба? Тамам. Екеуін де тамақ дедің ба сен? Жоқ, сен наоборот, иә. Наны томат Наны дедім. томат дедің. Мен көбіне кепчіп алам ғой, қызым, сосын үйде Айша кепчіп жақсы көреді. Мен Майонез желінбейді, сосын көп алмайын. Мен бүгінше майонез алып деп ойлап едім. Мен дәл қазір не қосуға ұмытып кеттім деп, осындай упаковкада үйде сгущенное молоко бар еді. Оны да қоса салуым керек еді. Сонда екеуін шатастыратын едім. Ал мынау тапқандарың санаш? 1 лимон, бал, 2 құрт, 3 Oreo, 4 Skittles, 5 осындай көкөніс, бұл 6 осындай хром деген бір штука, Чипсы. Бұл мен 7. 7. Еще мынандай чипсы бар еді, и M&M'ден әдейі алып едім ғой мен, мына екеуін шатастырсын деп та. Мен бәрі шатастыра алмаймын. Білесің ғой да бәрібір. Абдурахман Айша екеуі алып кетті. Зато тыныш отыр. Ішінде подарка, давай ашамыз. Давайте. Прикинь, цетрень. Өзіңді көрсетіп. Қатты болма. Не шықса? Айшаға берейік. Көзімді қарайды. Бар арзақта. Ерім қазір ашып берейін да көрсетіп. Достармен сәлемдесшілер, Айша. Сәлем. Айша, жасың нешеде? 3-те. Айшаның жасы 3-те. Мен осы заколка шықтым. Осындай бір ба шықты міне. Брошка сияқты ғой, иә? Или заколка? Резинка. Шашын бар шашы. Шашын өзі буалады, негізі тым жақсы. Бірақ сен істеп берсе, шайырым. Өзім істеймін деймін. Созба. Андай простой резинамен созып. Күшті істеп алады. Күшті ғой еще. Оған қайда болды. Бантик болған соң ба. Не басымды қисайтын. Айтпақшы достар, сосын бүгін Айару концертке де қатысып келді. Роза Бағланованың ән кеші, соған арнап ән айтып келді. Мен бәрінен күшті қылып айттым ғой. Апайлардың бәрі қошеметтеп. Ал осымен 7 өнімді тапты, Айару 7 затты. Ал таппаған 1, 2, 3, 4 затты. Сонда 11 затта, получается. Екеуін тапты. Ал егіздер арнасы еңлік қаншасын табады екен? Иә.
кім жеңеді екен қараймыз. Сен қаншасын таптың? Мен 7-уін таптым, ал 4-уін таба алмай қалдым. Сен қаншауын таптың, қаншауын таба алмай қалдың. Осындай сөз. Міне Айша, енді мынаның бәрі саған. Ал достар, балалар, біздер қоштасайық осымен. Лайк басты көңілді ұмытпаңыздар. Өздеріңмен қоштасамыз. Қош табыңыздар.